Йоу, барлықтарына салам, сіздермен көсек. Короче, достар, бүгінгі видеода біз деген ютуберлер қанша табады деген теманы жалғастыратын боламыз. Осы тема бәріне өтіп жатқан сияқты, бүгін қонақ бізде Асиктің қанша табатыны бәрі жайлы айтатын боламыз. 24 мың подписчигі бар, және ол Нукпен Pro деген теманы кәдімгі қазақша Майнкрафтта алды топ 1-де келе жатыр десек болады, дамытып иә. Так что бұның қанша табатынын айтатын боламыз. Так что каналға жазылыңдар, лайк басыңдар, подписка жасаңдар, колокольчик басыңдар. Мен до конца видеоны қараңдар, таза дәлелдермен көрсететін боламын. Мен онда сразу қазір бастай берейін. Короче, Асиктің әр видеодан табатын табысы жайлы бастайық. Короче, міне осы айдың майдың 5-іне шыққан видеосында бұл деген $26 алған минимум, я кәдімгі без минус, кәдімгі чистой алған $26, және может быть в среднем 417-ге шейін барған дейді. Короче, біз $26 есептесек мынанша ақша шығады, қараңдар. Короче, Асик дейтін әр видеодан 13 мың теңгеден аз алмайды, я. Мысалға сендердің тәтелерің, ағаларың официант болып жұмыс істесе 3 мың, 2 мың теңге алады, или грузчик болып па. Ну, ол деген оны бір-ақ видеода алады, я. Короче, достар, кстати, бағана тұрған $0 деп тұрған мыналар. Олар деген Асиктің видеосында, ол видеосында монетизация өшіп тұруы, я. Яғни реклама өшіп тұрса, ақша алмайды, я. Так что оған ақша түспеген бұл видеолардан, ал қалғандарында түскен. Яғни монетизация қосылып тұрған видеоларда. Біз бұдан тоқтамаймыз. Асиктің әр видеодан алатын ақшасын айттық, енді біз оның айына алатын ақшасын айтамыз. Айына Асик $468 кем алмайды екен, ол дегеніміз тұрдыңдар қанша? Короче, айына 237 мың алып отырады, я, 237 мың теңге алып отырады. Ол, бұл низкий. Среднем алсақ, ол бұдан көп алады, я 500 мыңдай алып қалу мүмкін, если видео нормально шығарып, монетизация болса әр видеосында. Короче, әдем болса бәрі одан көп алып қалады. Ютуберлердің өмірі сендерге қарағанда күшті, оларды ойламаңдар, аз табады дегенге. Так, кстати, тағы біз енді Асиктің жылына қанша табатынын айтайық. Жылына $5600 табады екен, яғни минимум ол деп отырғанымыз. Асик жылына 2.840 мың теңге тауып отырады екен. Міне көрдіңдер ме сендер ютуберлердің қанша табатынын? Монетизация қосып 4000 час жинап, сіздер видеоларыңыз өте қызықты болса, продолжительность көбейсе бәрі. Өзім дұрыстап түсіндіремін, видеоның астына түсіндір, анау-мынау деп жазып кетсеңдер, мен сендерге ютубтан қалай видеоларыңды рекомендацияға жіберуді үйрететін боламын. Короче, сендермен болғанмен көссек, каналға жазылып подписаться етіп, лайк басайық, және де осы видеоны таратайық. В общем, давайте.